Жыл бұрын діни радикалды ағымдарға заң мен тыйым саларда барлығы қолдап, тек қауіпсіздік комитеті қарсы болған. Сонда біз ұлттық қауіпсіздік комитеті ұлтқа қауіпті комитет пе деп жазған едік, расқа айналды. Діни радикализмді заңмен тиятын кез жетті. Құзырлы органдарда елбасында күн туғанда сатып кеткендерден тазалау керек. Мемлекеттік тілде ғана жазылуы тиіс, антты түсінде алатындар ғана басшы болуы керек. Өйткені тілін қорғай алмағандар елінде қорғай алмайды. Жазықсыз жандарды атып, арандату жасаған күдікті күштердің шабуылынан олардың қазір интернеттегі шабуылы асып түсіп жатыр. Мемлекетті құлату үшін елге үрей туғызып, сананы улауда күшті меңгерген олардың вирусы әлі таралуда. Ел басына түскен бұл ауыр сұрақ кімнің кім екенін көрсетті. Мемлекеттік төңкеріс жасамақ болғандар тәуелсіздікті құрбан ете жаздады. Ел басына күн туғанда, ер басына күн туған ауыр сынақта Тоқаев мемлекет басшысы және бас қолбасшы ретінде мемлекетті сақтап қалды. Қазір шындық тек президенттен ғана естілудеміз. Ал үкімет, бас прокуратура бастаған құқық органдары неге үнсіз? Сіздер президент тасасынан қашан шығасыздар? Жаңа үкіметтің жаңаша жұмысы қайда? Үкіметтің әрекетсіздігі сонша, егер барлығын әкімдермен қосып бір жаққа әкетіп қалсаң, түк өзгеріс болмайтын жағдайға жеттік. Ендеше керегі не олардың? Бізге елдің жағдайын жасайтын, халықтың тілінде сөйлесе алатын ұлттық үкімет керек. Пандемияда тәж-тажал індетінде ел қырылғанда президент мемлекеттік басқару күштері күйреген деп еді. Ал қаңтарда күштік құрылымдардың қаусағанын көрдік. Яғни тәж-тажал мен тәж-таласта барлық саланың қирағанын әшкерелеп берді. Ақжол талай жыл көтерген шетелдегі 167 миллиард долларды қайтаруды президент тапсырды. Енді не күтіп, кімге қарап отырсыздар? Елдің жағдайы қиын. Ал біз ұрланған миллиардтарымызды халықтың қазынасын қайтара алмай отырмыз. Мынау қаңтар кезіндегі көшеге шыққан, көшеге пұл үшін ғана емес, тіл үшін де шыққан жастар ешнәрсе жоғалтпайтындар еді. Өйткені олардың қолында ешнәрсе болған жоқ. Басында баспана жоқ, жер жоқ, жұмыс жоқ, тауып жатқан пұл жоқ, көретін күн жоқ. Арыз айтып барса, қазақша тіл жоқ, яғни дым жоқ, көшеге шықпағанды қайтеді. Қақаған қыста дүкенге тастап кеткен жаздық аяқ киім еліміздің 30 жылдық экономикалық көрсеткіші. Ал оның иесінің дүкен тонауы 30 жылдық ұлтсыздық идеологияның көрсеткіші. Біз ел 30 жыл күткен ұлттық идеологияны жолға қойып, ұлттық концепция қабылдауға